Жайық өзені ма? Қызым, Жайық өзенінің бір сағасы. Біздің Ақжайық. Жайық, Ақжайығымыз. Бұл жерде кета деген балық бар ма екен? Кета деген балық Мұхтар Шахановтың кета балықтың ерлігі туралы бір өлеңін оқып берейін, қызым. Өріс ашқан сан кеме, сан қайыққа. Біздің сонау Айтолқын Ақжайықта кета деген балық бар. Уылдырық шашар кезде сол балық қос жанары тұмандана толғанып, пәленбай күн жол жүріп, әбден шаршап болдырып. Құлшына жанып іштен, жан жүйесін сыздықтатқан сағынышпен, ұрпағына сенімді орын тапқанша, ешқайда қайырылмастан, бастапқы бағыттан айырылмастан, көзінде тек аналық арман ойнап, жүзеді екен үмітін алға байлап. Ол анық сезіледі табиғаттың тамаша кезеңінде, сонау іңкәр Ақжайық өзенінде, жылдағыдай секіріп ойнамайтын, жем іздеп шарламайтын, жанарында жас көркі жайнамайтынын, тереңге тепсіне бойламайтын, амал қайсысын бәрінде көру керек, ұрпақ үшін оғанда көну керек. Кеталардың тағдыры қандай қатал, уылдырық шашқан соң өлу керек. Бұл балық ішінде да дара батыр, әне оған жақын тұр заман ақыр. Соның бәрінде біледі ол, біле тұра уылдырық шашуға бара жатыр. Қалса бопты, ұрпағы жалғасы боп, тірліктің арнасы боп, өз өлген соң денесін шортан жесін, мұнда оның иінедей шаруасы жоқ. Әттен шіркін мүсінші болсам мен, ұзақ түнге кірпік ілмей толғадар ем, ұрпақ үшін жүрегі жырлап өткен, ұрпақ үшін өмірін құрбан еткен, осындай алыптарға ғажайып бір ескерткіш орнатар ем. Өмір мынау толған дау, толған егес, ұрпақ жоқта тарланың тарлан емес, арманың арман емес, өткен ұрпақ тағдырының маңыздысы бізге дейін ештеңе болған емес, және бізден кейін де болмақ емес. Міне қызым осылай жырлайды Мұхтар Шаханов ағамыз.